Шегендеу құбырларын түсіру. Шегендеу құбырларын түсіру процесі ұңғыма түбіне дейін кеңейту сатысына кейін орындалатын келесі кезең. Фаза 1 каратажының оң нәтиже алынған жағдайда ұңғыманы бекіту жұмыстары геологиялық бақылау қызметі ұсынған тапсырмалар негізінде жүргізіледі. Шегендеу құбырлары қондырғы маңындағы тіркеме мен платформаға орналастырылады. Құбырларды орнату және түсіру алдында әрбір құбыр бөлігі көзбен тексеріліп, ақаулардың бар жоғы анықталады. Әрбір құбырға реттік нөмір беріледі. Құбырлардың нақты өлшемдері алынады. Барлық мәліметтер бұрғылау журналына жазылады. Шегендеу колоннасын түсіру тұнбағыш түсіруден басталады. Құбырдың төменгі жағына тығын бұралып орнатылады. Бұрандалы қосылыстар толық герметикалық болуы тиіс. Герметизация үшін ПВХ құбырларына арналған желім қолданылады. Желім жағар алдында бұранда таза әрі құрғақ болуы қажет. Желім ішкі және сыртқы беттеріне мұқият жағылады. Шегендеу құбырларын, әсіресе ПВХ құбырларын түсіру және көтеру кезінде олардың зақымданбауына ерекше көңіл бөлінуі керек. Құбырларды бұрау кезінде бұрау кілті қолданылуы тиіс. Бұл құбырдың деформациясын болдырмайды. Бұрғылау ерітіндісінің параметрлері шегендеу колоннасының қысымсыз және үйкеліссіз еркін түсуін қамтамасыз ету қажет. Фильтрлі бөлік геологиялық бақылау тапсырмасына сәйкес кен аймағына түсіріледі. Құбырлар және фильтрлі бөліктер белгіленген интервалға дейін түсірілген соң, колонна қысқыш арқылы ілінеді. Шегендеу колоннасын түсіру аяқталғаннан кейін фаза 3 каратажы жүргізіледі. Оның мақсаты шегендеу колоннасының бұрандалы қосылыстарының тұтастығы және фильтр орнатылған аралықты дұрыстығын тексеру. Фаза 3 нәтижелері бойынша геологиялық бақылау қызметі ұңғыма маңындағы кеңістікті қиыршық таспен толтыру және цементтеу үшін тапсырма береді. Шегендеу колоннасын түсіру кезеңінің басынан аяғына дейін бұрғылау шебері міндетті түрде қатысып, шегендеу колоннасының және фильтрлердің дұрыс орнатылуына жауапты болады. Қауіпсіздік бірінші орында.